Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше самсаның түрі шпажкадағы самса дайындайтын боламыз. Әсіресе балаларға жегенде ыңғайлы және қонаққа дастарханға қойғанда ерекше әрі дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше бастайық. Алдымен ыдысымызға ұн саламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы 150 грамм сары майды салып, жақсылап крошка жасаймыз. Міне крошкамыз дайын болды. Одан кейін 1 шай қасық тұз саламыз. Және 150 грамм қаймақ салып, және 1 жұмыртқа саламыз. Одан кейін 1 жұмыртқаның сары уызын ғана саламыз. Ақ уызынан бөліп алып, енді жақсылап қамыр илейміз. Міне қамырымыз иленді. Енді салфанға салып, тоңазытқышқа саламыз 30 минутқа. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Менде алдын ала тартылған фарш болған, соған пияз турап, тұз, бұрыш қосып, араластырып, салмасын дайындап алдым. Міне дайын. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, ұн сеуіп, жақсылап жаямыз. Қамыр майға үйленгендіктен жабысқақ болып келеді, сондықтан ұн сеуіп илейміз. Арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, арнама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Міне қамырымыз жайып болды. Енді видеода көрсетілгендей домалақ пішінге келтіріп, осындай бөліп аламыз кесіп. Міне барлығын дайындап алдым. Енді салмасын салып шығамыз барлығына. Енді видеода көрсетілгендей түйіп шығамыз. Өте оңай. Тағы да бір рет көрсетемін. Сіздерге түсінікті болу үшін. Міне барлығын түйіп шықтым. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Одан кейін шпажкамызға осылай түйреміз, қатап шығамыз. 3-3-тен түйреп шықтым бір шпажкаға. Міне осылай түйредім. Барлығын осылай түйреп шығамыз. Міне барлығын түйреп шықтым. Енді бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырып, бетіне жағып шығамыз. Одан кейін бетіне кунжут немесе мак болса, сеуіп шығыңыздар бетіне. Менде кунжут болмай қалды, сондықтан маканы сеуіп шықтым. Міне дайын болды. Енді қызып тұрған пешке 200 градуста
35-40 минуттай пісіреміз. Міне, шпажкадағы самсамыз дайын болды. Өте ерекше шықты, дәмді, ортасы толық піскен. Сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып, қандай видео рецепттер күтесіздер, сол туралы жазып қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттер салатын боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.